Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгін бізде қоғамдық тыңдаушылармен ауыл жұртшылығымен кездесу жүріп жатыр. Мен өзімді таныстырып кетейін. Бірлікстем ауылдық округі, Шу ауданы Бірлікстем ауылдық округінің әкімі Бейімбетов Асқар Өсербайұлы. Бүгін сіздермен кездесудің себебі Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына рұқсат алуға арналған құжаттар мен материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілуде. Қоғамдық тыңдауға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұрт қатысуда. Енді қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаттарының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізілуде. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде қоғамдық тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауысымен сайланып отыр. Енді жалпы хатшы ретінде келесі кандидатураны ұсынамын. Казэксимстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысы Амзекулов Алмаз Момынханұлы. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Қарсылықтарыңыз рахмет. Дауыс берсеңіздер болады. Қарсылықтарыңыз бәрі алмайық. Саламатсыздар ма ауыл тұрғындары? Біз мынау Шу ауданы Бірлікстем ауылдық округінің Бірлікстем ауылының қатты қалдықтар полигоны бойынша жаңағы жұмыс проектісін жасап, жаңағы рұқсат алу жұмыстарын жасап жатырмыз. Полигонға келетін болсақ, біз өзіміз КЗК жобаны әзірлеуші эколог Тілеубай Бәдет және мен Амзекулов Алмаз директоры. Қатты қалдықтар полигонына келетін болсақ, қатты қалдықтар полигоны Бірлікстем ауылының солтүстігіне қарай 1000 метр жерде орналасқан. Қысқаша сипаттамасына келетін болсақ, қатты қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалуы керек. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарын орындау және қабылдау, сақтау және одан әрі оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенін қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер асты, үсті суларының ластануын қорғауды қамтамасыз етеді. Және кеміргіш жәндіктер және ауру қозғыш таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісіне қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады. Жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Және де ықтимал атмосфералық жоба бойынша әсерлерге қатты қалдықтар полигонында 9 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған, 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығындары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативтік шартты шығындар жобасына сәйкес жалпы шығындар жылына 10 тонна 8170 құрайды. Оның ішінде қатты заттар 8,4854, газ тәріздес заттар 2,33,6 тоннаны құрайды. Және осы қалдықтарды төгу бойынша методикамен есептеледі, халықтың санына байланысты, өсіміне байланысты. 26 жылға 10,81, 27 жылға 11,06, 28 жылға 11,32, 29 жылға 11,59, 30 жылға 11,86, 31 жылға 12,14, 32 жылға 12,43, 33 жылға 12,73, 34 жылға 13,04, 35 жылға 13,35 тоннаны құрайды. Қатты қалдықтар бағдарламасы бойынша қатты
тұрмыстық қалдықтардікі 26 жылға 1122 де 75, 27 жылға 1156 да 44, 28 жылға 1191 де 13, 29 жылға 1226 да 86, 30 жылға 1263 де 67, 31 жылға 1301 де 58, 32 жылға 1340 да 33, 32, 33 жылға 1380 де 85, 34 жылға 1422 де 27, 35 жылға 1464 де 94. Және осы қоршаған ортаны бойынша жүргізілу керек іс-шаралар, қоршаған ортаға әсер ету мониторингін жүргізу, көшеттер отырғызу және оларға күтім жасау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру, жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағар майдың төгілуін болдырмау, алдын алу, экологиялық ағарту, насихаттау, экологиялық басылымдарға жазылу және табиғатты қорғау акциялары, жарыстар, сенбіліктерді өткізу бойынша. Басқа сұрақтарыңыз болса, экологиялық жоба бойынша сұрақтарыңыз жоқ. Сұрақ жоқ болса, Онда қоғамдық тыңдаудың қорытындысын айтып өтейік. 2026 жылға арналған қоршаған ортаны эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөнінде ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет қоғамдық тыңдауға қатысқандарыңызға. Мына жерге қатысқандар тізім фамилияларыңызбен қолдарыңызды қойып жіберсеңіздер.